Қайырлы күн. Бүгін мен осындай дәмді бульшкелер пісірдім. Өте жұмсақ, арасы нәзік, толық піскен. Керемет болып шықты. Мен арасына мейіз салдым. Осындай видеоларымды жібере алмау үшін менің YouTube каналыма тіркеліп қойыңыздар. Ең алдымен жұмыртқамызға 3 қасық шекерімізді саламыз. Жақсылап араластырып, үстіне 1 стакан сүтімізді құямыз. Үстіне 1 шай қасық дрожжымызды, 1 шай қасық тұзымызды салып, араластырып, үстіне сары майымызды ертіп құямыз. Және 800 граммдай ұнымызды електен өткізіп, салып, жақсылап жұмсақ қамыр елейміз. Қамырымызды жақсылап елеп болғаннан кейін жарты сағатқа жылы жерге қоямыз. Қамырымыз ашыды. Енді тағы да бір қайырып елеп, тағы да жарты сағатқа қоятын боламыз. Енді қамырымызды осындай қылып жайып, ұзыншалап бөліп аламыз. Және мен арасына мейіз салдым. Әркім өз қалауы бойынша сала берсе болады. Варенье салсаңыздар да болады. Арасына салып, бір ұшын созып, айналдырып ораймыз. Енді үстіне жұмыртқамыздың сарысын кішкене сумен араластырып, бетіне жағып шығамыз. Қызып тұрған пешімізге 180 градуста 20 минутқа қоямыз. Бульшкеміз пісті. Осындай қып-қызыл болып піседі. Өте жұмсақ. Енді арасын бөліп көрейік. Арасы толық піскен, жабыспайтын, өте жұмсақ болды. Менің видеоларымды жібере алмау үшін лайк басып, комментарий қалдырып, каналыма тіркеліп қойыңыздар. Ас болсын.